Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен өзім үнемі тапсырысқа жасайтын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Және де бүгінгі видео шығарылым сіздер үшін пайдалы болмақ, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар, кәделеріңізге жарайтынына сенімдімін. Және де арнама тіркеліп, алдағы уақытта пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға өлшеніп алған ұнымызды саламыз. Үстінен жұмсақ комнатный температурадағы сары майды немесе маргаринді салып, жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз. Яғни крошка дайындап аламыз алдымен. Мінекей осы видеодағыдай крошкалар дайындап алғаннан кейін ортасын ашып аламыз. Және де қалған өлшеніп алған ингредиенттерімізді біртіндеп қосып бастаймыз. Үстіне ең алдымен бір қасық немесе 1,5 шай қасықтағы разрыхлитель немесе содан саламыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын салатын боламыз. Және де мұнда мен айран пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай сметана немесе айран пайдалансаңыздар болады. Өлшеніп алған ингредиенттерімізді салып, қолымыздың көмегімен аздап араластырып, қамыр илеп аламыз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шықты бізде. Енді оны 300 граммнан 7 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей видеодағыдай барлығын біркелкі бөлікке бөліп аламыз. Қамыр өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді кезек қамырларды біртіндеп жайып, формаларымызға салып, дайындап алатын боламыз. Барлығын осылай ұнның көмегімен жайып, видеода көрсетілгендей етіп, қатты жұқа емес, қатты қалыңдай емес етіп жайып аласыздар. Және де формаларға орналастырып шығасыздар. Мінекей осылай формаға барлығын орналастырып алғаннан кейін шетін осылай қолымыздың көмегімен кесіп шығасыздар. Видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, сіздерде де осылай шығады.
Мінекей осылай соңғы қамырды да дайындап алдық. Қамырлардың бәрін бір жерге қойып, ендігі кезек ішіндегі начинкасына. Ішіндегі начинкасына ең алдымен творогымызды өлшеп аламыз. Жоғары пайыздағы сметананы пайдаланамыз. Және де жаңағы жұмыртқаның ағын саламыз. Миксердің көмегімен біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып, ішіндегі салмасын дайындап аламыз. Жеті бөліктегі қамырларымыз үстіне салып шығатын боламыз. Теңдей етіп бөліп шығасыздар. Немесе таразыларыңыз болса 220-230 граммнан саласыздар. Егер таразыларыңыз болмаса, осылай қасықтың көмегімен 2 қасықта толтырып, және де 2,5 қасықтай шамамен салсаңыздар, барлығы 7 бөлікке бөлінетін болады. Жаңағы шетінен қалған қамырды осылай 2 бөлікке бөліп аламыз, және де жарты бөлігін 4 қамырдың үстіне осылай 3-тен өткізіп шығасыздар. Мен мұнда 2 түрлі пирог жасадым, сондықтан мінекей жартысын осылай крошка қылып үстіне сеуіп шығасыздар, теркадан өткізіп. Екінші бөлікті 3 қамырдың үстіне жайып, видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығасыздар. Және де қалған 3 қамырдың үстіне орналастырып шығасыздар. Духовкаларыңызға байланысты мен орта градуста, яғни 150-140 градуста 20 минут жарты сағат уақытта пісіріп аламын. Сіздер де осылай пісіріп аласыздар. Барлығын суығаннан кейін міндетті түрде суыған болу керек. Барлық пирогтарыңыз суығаннан кейін барып формаларынан аласыздар осылай. Үстіне осылай сахарный пудраны сеуіп шығасыздар. Және де осылай формаларына салып, дайындап қоясыздар. Ал сіздерге сәттілік.